Әйелдер арасындағы каратэден номер 1 спорт шебері. Шымкент былай тұрсын, Қазақстанда номер 1 деп сеніммен айта аламын. София Берульцева бүгін бізде қонаққа келіп отыр. Софияның анасы орыс, әкесі грек, ал өзі қазақ. Солай ғой, София? Әрине. София, көңіл күй қалай? Қазіргі таңда немен айналысып жүрсің? Қайдасың? Бәрі күшті, тамаша. Қазіргі таңда Шымкенттемін, қаладамын. Біз енді Мароккодан келгенбіз. Жарыстан және гранд-винер церемониясынан. Қазіргі таңда дайындық болып жатыр. Құдай қаласа Нагоя, Японияда өтетін Азия ойындарына дайындалып жатырмыз. Жаңа гранд-винер дедім. Қазақстанның атынан жаңаға әлемдік рейтингте 1 орында тұрған өзіңсің ғой. Қазақстанның атынан жаңаға гранд-винерге баратын да София. Көрермендерге түсінікті болу үшін ол қандай номинация және де кімге беріледі? Неге саған берілді? Осы жылдың өз салмақта ең үздік спортшы десек те болады. Бізде жылда үнемі 4 премьер-лига деген жарыс болады. Премьер-лига ол рейтингтік жарыс, тек қана топ 32 спортсмен, топтан 32 адам ғана қатыса алады. Сол 4 премьер-лига жарыс қорытындысы бойынша кім көбірек ұпай санына ие болады, сол гранд-винер атағының иегері болады. Сол мен 1-ші, 2-ші және 3-ші премьер-лигада алтын медаль жеңіп алып, мерзімінен бұрын негізінде өз гранд-винер атағын алдым. Мысалы, Марокко қаласына негізінде маған тек қана гранд-винер алуға баруға болатын еді, бірақ өзімде сол жарысқа қатысып, четвертьфиналда ұтылып қалдым. Ал былайша негізінде соңғы жарыс басқа бүкіл салмақтарда сол Мароккодағы соңғы жарыс шешкен кім гранд-винер атағын алады. Яғни 4-дің 3-ін жеңіп алдың. Биылғы жыл сен үшін өте сәтті деуге болады. Олимпиада ойындарын, Токиода Олимпиада ойындарын болды. Олимпиада ойындарына дайындық мықты болды деп айтуға болады. Медаль аламыз деп сол кезде жеке өзің күткен бе едің? Бізде былай ғой, негізінде ең андай ауыр лицензия алу болған еді. Себебі лицензиялық ұпайларды жарыстарға 2 жыл барып, сол ұпайларды жинағанбыз. Мен үшін осы 2 жыл қиын болды деп айта аламын. Ал Токиоға барар алдын біз Жапонияда, Юки қаласында оқу жаттығу жиынын өткіздік. Және де сол Юки қаласынан Токио қаласына аттанған кезде, олимпиадалық деревняға барған кезде, қалашыққа барған кезде, ішімде сезгенмін медаль болатын. Бірақ енді қандай алтын ба, күміс па, қола ма, ол енді случай деп айтады. Удача десек те болады, сәттілік десек те болады. Ал негізінде сол Токиоға деревняға келген кезде менде медаль болады деп сондай сезіммен келгем. Іштей сезім болды дейсің ғой. Жаңағы медальді жеңіп алған кезінде көз жасыңа ерік бердің. Сол кезде алтын медаль болмай қалды деген әттеген айдың жасы ма, әлде осы қола медаль болса да осының өзі үлкен күш маған деген көз жас па? Әрине, бәріміз жарысқа барған кезде алтын үшін барамыз ғой. Және де біз негізінде біргенбіз. Мүмкін бұл біздің ең бірінші және ең соңғы олимпиадамыз біздің спорт түрі үшін. Сол үшін әрине ең бірінші сезім ол әттеген ай тағы бір 3-4 секунд қосқанда алып кететін едім деген. Бірақ одан кейін әрине бүкіл еңбекті оған дейін жүрген жолымды есіне түсіріп, өзім үшін өте қуанышты болдым. Келесі олимпиадада каратен алып тастады. Бұл жаңалықты естігенде қандай күйде болдыңдар? Біз негізінде олимпиадада соңғы болып шыққанбыз ғой. Келесі күні жабылу салтанаты болған кезде, азанда тұрған кезде осындай жаңалық келді. Соңғы келесі олимпиадада болмаймыз деп. Бірақ ол кезде әлі түсінбедім деп айтсам да болады.
Ал 2024 жылғы Париж Олимпиадасыны енді телевизордан қарайсың ғой. Сол қараған кезде енді түсіне бастадым. Өте андай жаман сезім екен. Алдыңғы Олимпиадада өзің шыққансың, қазір үйден қарап жанкүйер болып жатсың. Әрине шыққың кеп тұр. Енді біздің спорт түрін брейкданс спорт түріне ауыстырған, не деген спорт түрі деген сұрақтар келеді. Әрине ол ауыр болды. Жалғыз өзіңе ғана емес, жалпы осы спорт түрімен айналысатын, шұғылданатын жастарға Бүкіл карате отбасыға десек те болады. Бүкіл әлем бойынша карате отбасыға ауыр болды деп айтсақ та болады. Иә. Жақында мүмкін тағы қосып қалу мүмкін, сондай бар, енді үміт бар. Тағы бір мүмкіндік берсе өздеріне, қалай болар еді? Ол енді әрине былай айтады ғой, енді әр спортсмен, әр спортшының арманы бұл олимпиадаға бару. Және де мен олимпиадада болған адаммын. Әрине тағы барғым кеп тұр, алтын алғым кеп тұр. Енді көреміз, қашан қосатын, қай жылға қосатын белгісіз. Ол уақытқа байланысты ғой. Егер ол кезде өзімді жақсы сезініп, әлі де осы жақсы мансабында болсам, әрине баруға тырысам. Және медаль алуға десеңші? Әрине. Конечно. Бұл жолы алтын медальді жеңгеніңнің жасын көруге жассың. Қазіргі таңда Софияның алмаған белесі бар ма? Олимпиада ойындарын санамағанда? Бар. Қандай? Әлем чемпионатының алтыны. Бізде ең бірінші әлем чемпионатым Токио олимпиадасынан кейін болды. Ол жақта да қола медальға ие болдым. Жартылай финалда кішкене қысым, төрешілер жағынан қысым болды деп айта аламын. Әрине оған дейін мен ондайды айтқан жоқпын, бірақ қазір енді қанша уақыт өтті. Мен үшін мен ол жартылай финалда ұтылған жоқпын өзім. Сол жерде қола медаль болды. Енді келесі бізде әлем чемпионаты 2 жылда бір рет өтеді. Келесі әлем чемпионаты 2023-те болды. Сол кезде де мен жартылай финалда ұтылып, қолаға таласып ұтылып қалдым. Және де ең соңғы әлем чемпионаты алдыңғы жылы болды бізде. Ол жақта бізде системаны ауыстырды. В общем, 7 жекпе-жек жасау керексің финалға шығу үшін. Финалға шықтым, және финалда ұтылып қалдым, күміс алдым. Сол мен үшін андай незакрытый гештальт деп айтады ғой. Сол ересектер арасындағы әлем чемпионатының алтыны. Құдай қаласа орындаласын. Шай іш. Біздің шымкенттіктер 40 градус ыстықта шай ішіп отырады. Спорт тақырыбын жабу үшін соңғы сауал. Қазіргі таңда жаңағы қысқы олимпиада ойындарынан кейін бір қатар олимпиадаға қатысқаны бар, қатыспағаны бар спортшылар министрлікке өздерінің өкпесін айтып жатыр. Өзіңде өкпе бар ма билік басындағыларға? Білмеймін, біз олимпиадаға да барған кезде, оған кейін де қанша Азия ойындары өтті, қанша ислам ойындарына бардық, бүкіл дүниежүзілік ойындарына барғанбыз. Бүкіл условиялар жасалынған еді. Уақытша айлығымызды аламыз, оқу жаттығу жиындарды өткіземіз. Бұлайша айтқанда өкпе жоқ. Енді әр жүйеде кішігірім минустар болады ғой. Себебі ол Қазақстанда қанша спортшылар бар. Енді сол мен бұлайша айтқанда өкпем жоқ. Бәрі дұрыс. Біз жаққа бүкіл қолдау көрсетіліп жатыр. Яғни олимпиададан кейін өздерінің сыйақыларыңды дер кезінде алып, дер кезінде жұмсадыңдар. Енді ол процесста уақыт алады ғой. Негізінде мысалы үшін қашан олимпиада ойындары августта бітті, 2-3 айдан кейін бүкіл өзіміздің сыйақыларымызды алғанбыз. Себебі ол да кішкентай сома емес та. Тағы да айтып жүрген қанша спортсмендер бар, олардың бәріне жеткізу деген осындай бүкіл кішкентай заттар уақытты да алады ғой. Қазіргі таңда дайындықтарға барлығы жеткілікті ма саған? Иә, бәрі жеткілікті бізде. Витаминизация, оқу жаттығу жиындарға барып жүрміз. Жаңа алдағы уақытта недавно
формамызды алдық. Білмеймін, бәрі нормально. Құдайға шүкір. Енді Шымкентке оралайық, иә? Неге Шымкенттен көшпейсің? Шымкентімді жақсы көремін. Мен таза южный Қай жерін жақсы адаммын көресің ғой. Шымкенттің? Бүкіл Шымкентті жақсы көремін. Өзіміздің адамдарымызды жақсы көремін. Шымкенттің адамдары сыпайы, жылы болады. Қаламды жақсы көремін. Қыста енді қатты салқын емес, жазда енді ыстық, бірақ бұл да ұнап тұр. Негізінде Шымкент қаланы жақсы көремін ғой мен. Қонақтар келген кезде қайда алып барасың Шымкентте? Шымкентте алып баратын жер көп қой. Мен негізінде өзім тау жаққа баруға жақсы көремін. Сол үшін қонақтар келген кезде Сайрам Өгем нацпаркі бар бізге, Қасқасу жақта. Сол жаққа обязательно апарамын өзім. Басқа жақ миллиондап ақша берсе де көшпеймін дейсің ғой? Көшпеймін. Шымкентте қаламын деп? Көшпеймін, Шымкентте қаламын. Дұрыс, молодец. Мынау шымкенттіктер де сені жақсы көреді. Біз сені қатты жақсы көреміз. Әсіресе шымкенттіктер арасында көп айтады. Бізде София кішіпейіл, жүрегі үлкен спортшылардың бірі деп. Қайырымдылық қорларына жиі қатысасың, қайырымдылық акцияларына? Да, бар. Иә. Ол не мақсатта қатысасың? Мақсат деген жоқ, енді мені үйдегілер үнемі айтқан кішкентай кезімнен, егер көмектесуге қолың жетсе, көмектес, босқа қалдырма дегендей. Сондай, тәрбием сондай да. Соңғы рет бір еске ала аласың ба, бір қайырымдылық, жаңағы отбасына барып көмектескен? Мәселен, бір спортшыны есімін айтпай қойын, бір спортшы бар, жаңағы ақшасы болмаған кезде барып өзінің медальдарын алып барып берген. Сен өзің бір спортқа тартқан, болмаса бір сондай бар ынта-шынтаңмен бір көмектескен отбасыма сондай бар ма? Прям былай айта алмаймын, бірақ мен есімде, сен осы қайда бір не болды ғой бізде? Сен өзіңнің көлігімен жаңағы барлығын салып, өзің көтеріп, қайтып... Ол янандай үлкен болған еді. Біз стадион жақта өзіміздің тренировкамызды, жаттығуымызды бітіріп шықсақ, фура тұр. Мен өзім білген жоқпын, негізінде олар солай жинап жатқан. Сол жақтарға барып сұрақсақ, бізде Алтынбек аға бар ғой, Алтуха Братуха, Софа қалайсың, кел, списокті берді. Егер көмектескім келсе, мына список осындай заттар керек. Сосын үйіме келіп, анама айтам, осындай болып жатыр. Инстаграмға шығайын ба, шықпайын ба, не істеймін? Мен айтам да, енді бізде адамдар бәрі жұмыс істеп жатыр, өзінің тірліктері бар. Қазір осындай зат алып келу керек деп жазсам, көбісі қарамайтын да шығар деп айтам да. Ақша жинасам қалай болады деп анамнан сұрадым. Енді жинап көр деп айтты, бірақ сосын бәрін Инстаграм желісіне шығарып, бәрін көрсету керексің деп. Сол 2 күнде 1 миллионнан аса ақша жиналып, Инстаграм жақтан да өзімнің достарым бар, жаңағы бизнеспен айналысатындарын. Сол ақшаны жинап, өзімнің жеке бапкерімен, Колямен, Репин Николаймен барып, бүкіл заттарды по списку алып, әкеліп жібердік. Бірақ мен ойымша, әрбір адам солай жасайтын еді. Мысалға, мен үшін бір сторис қойып, адамдарды шақырып, ақша жинап, бүкіл заттарды өз машинасымен барып сатып алып әкелу еш андай қиын емес қой негізінде. Бірақ өзіме андай ыстық қалған, то, что адамдар маған сеніп, менің аудиториям маған сеніп, ақша жіберіп, көмектескісі келіп тұрған еді. Енді сондай болды. Сондай жасап болды. Спортшы Софияның емес, қыз Софияның арманы бар ма? Иә. Қандай? Кофейня ашу. Иә. Неге кофейня? Кофе ішуді жақсы көремін. Андай өзім азандай өзімнің кофейняма келіп, мне как всегда айтып, кофе ішіп отыру күшті. Сол үшін андай үлкен емес, кішкентай кофейняны ашып алсам деп мақсатым бар.
кофейняны аштың. Содан? В общем, енді әрине отбасы құрып, тату-татты өмір сүру. Және әрине ата-анам әрқашан қасыма болып, денсаулығы мықты болсын деп. Ата-анаңның арманын орындай алдым деп ойлайсың ба? Ана үмітін, әке үмітін? Оларға ең бастысы мен ойым, андай өмірде мынау қыз үнемі андай адам болсын деп ниеттенген деген ойындамын. Себебі тәрбиені берген кезде үнемі айтқан ешкіммен ұрыспа, ешкімде жамандық қалма, возможность болса көмектес дегендей. Сол үшін орындадым деп ойдамын. София бұзық па? Кішкентай кезінде бұзық едім, қазір де андай болады кейбір кезде. Бірақ кішкентай кезінде бұзық едім. Өзім негізінде спортқа қалай келдім? Давада азаннан кешке дейін жүгіріп футбол ойнаған едім. Сосын мектепке барған кезде мектепте секция болды, карате секциясы. Сонымен каратеде ұнап тұр, футболда ойнап тұр. Ұнап тұр. Енді мамаға айтып, мама енді екі ортаның ішінде каратені таңдады. Бірақ өзім осылай спортта қалам, спортшы болам деп келген жоқпын спортқа. Денсаулық үшін, өзім қорғау үшін келгенмін. Солай кетіп қалды. Карате спорт түрі саған өзіңе не берді? Мықты характер берді деп айта аламын. Ешқашан тоқтамау, мысалы қолдарын түсірмеу, және де әрине дисциплина берді деп ойлаймын. Мінез дегенде негізі мінезі мықты қызсың ғой, Мықты болады да, можно думаю сказать. Өзіңнен кейінгі қыздарға қандай кеңес берер едің? Өзіне негізінде бүкіл спортшыларға, қыздарға ғана емес, балдарға да, бүкіл спортшыларға ең бірінші өзіне сену керексің. Сен өзіне сенбесең, саған басқа ешкім сенбейді. Сол үшін өзіне сеніп, еңбектенсеңдер, бүкіл белестерді бағындырасыңдар. Қазіргі таңда жаңағы әсіресе қыздарға қатысты зорлық зомбылық көп. Жаңалықтарда айтылып жатыр, басқа да кездерде осындай спорт түрі, жалпы спорт қыздарға өзіне сенімділік, өзін-өзі қорғауға жақсы күш жігер береді, мүмкіндік береді деп айтуға болады ма? Әрине. Негізінде қай спорт түрі болса да, ең бастысы адамды ішінен мықты жасайды. Спорт ол андай әлсіз адамдарға емес. Шынымен спортта қалу үшін ішінен характерін мықты болу керексің, андай ішіне стержень болу керек та сенде. Сол үшін әрине қыздарды спортқа беру керек деген ойдамын. Карате спорт түрі болса, басқа спорт түрі болса, әрине каратенің философияның негізінде басқаша, бірақ қыздарды карате спортына берсеңіз, өзін-өзі қорғай алады, шынымен де. Карате ерлер спорт түрі ме әлде қыздар ма? Бұлайша айта алмаймын, енді қыздар үшін де, балдар үшін де. Енді көбінесе адамдар қорқады ғой, ер балаға ұқсап кетеді, қыз деген каратемен айналысса. Білмеймін, біздің қыздардың бәрі қыз сияқты болып жүреді. Сол үшін жоқ. Карате негізінде қызға да, балаға да жағатын спорт түрі. Алда Азия ойындары. Дайындық қалай? Дайындық жақсы. 15-іне Алматы қаласына оқу-жаттығу жиынына аттанамыз. Одан кейін де 3-4 оқу-жаттығу жиындарымыз бар. Соңғы оқу-жаттығу жиынымызды Жапонияда өткіземіз. Күшті дайындықта келеміз деген ойдамын. Себебі негізінде біз үшін осы жылы ең маңызды жарыс сол Азия ойындары 4 жылда бір-ақ рет болатын жарыс. Бүкіл күшімізді соған салып алтын алуға тырысамыз. Міндетті түрде бір емес бірнеше алтын медальды дәл біздің команда салады деген үмітім де, сенім де мол. Дәл осындай кейпіңмен
дәл осындай жомарттық жүрегіңмен біздің тек шымкенттіктерді ғана емес, қазақ елін, жалпы карате ю дейсіңдер ма, карате командасы да осыны қуантып жүре бер. Алдағы уақытта олимпиада ойындарына карате спорты, карате до спорт түрі міндетті түрде кірет деген үмітіміз бар. Және де сол олимпиада ойындарында ел туын биікке көтеретін спортшылардың қатарында өзімді көргіміз келеді. Құдай қаласа. Рахмет үлкен.